Сәлеметсіздер ме, қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды біріншілерден болып білу үшін біздің арнамызға жазылыңыз. Видеомыз астындағы лайк және жазылу түймелерін басыңыз, қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларына тисін. Біз сізге ең жақсын жеткізуді жалғастырамыз. Ендеше бастаймыз. Желіде жаман хабар тарқады, барша хабардар болсын. Астанада қоршаған ортаны қорғау басқармасының басшысы сыбайлас жемқорлық жасады деп айыпталды. Қазір оған байланысты суд процесі жүріп жатыр. 25 шілдеде Астана қаласының қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы мың басшысына қатысты тергеу аяқталды. Ол кәсіпкерлерге 4,7 миллион көлемінде залал келтіріп, лауазымдық өкілеттігін асыра пайдаланды деп күдікке Қазіргі уақытта айыпталушы сотқа берілді. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес Әлия Қожабаеваны ұсталғанын мамыр айында хабарлады. Астана қаласының қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасында 2020 жылдан бері жұмыс істеп бастаған. Видеороликтеріміз сипаталы болып жатқан болса, арнамызға жазылыңыз, қымбат көрермен. Сау сәлеметте болыңыздар.